Жылдам хабарнама. Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасы мүшелерін жауапқа тартуға болады ма? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Заң күшін жойылғаннан кейін Назарбаевтың отбасы мүшелері барлық артықшылық пенен кемшіліктерінен айырылады. Шоттарына, мүлкіне деген кепілдіктер күшін жойды, деді Әділет министрі Есқарев. Ал Нұрсұлтан Назарбаев үшін экс-президентке қатысты барлық кепілдік сақталады. Егер отбасы мүшелері бұған дейін қылмыс жасағаны анықталса, жауапқа тартылама. Әділет министрі бұл сұраққа нақты жауап беруді жалтырдады. Айта кетсек, бүгін парламент депутаты елбасы туралы заңның күшін жоятын құжатты қолдады. Заңға енді президент қол қоюы керек. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.